мен болған адаммын. Арайлы мекен Ақтөбе қаласының нөмірі 30-шы қазақ орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі қызметін атқарып келемін. Осы мамандықты таңдауыма 5 себеп бар. Бірінші себеп қарым-қатынас жасаудың кең ауқымдылығы. Жасөспірім кезең ең қиын кезең. Бірақ маған ол жасөспірімдермен жұмыс жасау өте қызықты. Менің оқушыларым маған күш-қуат, жаңа идеялар береді. Олар маған алға жылжуға көмектеседі. Спасибо, сарқамас күш-қуаты үшін ешкімге ұқсамайтын өмірлігі үшін ерекше жақсы көреміз. Әрдайым қолдау көрсеткені үшін, сабақтарын қызықта тағамды өткізіп білім берген үшін құрметтейміз. Облыс мектептерінде өз білімін жетілдіруге және де іс тәжірибесімен бөлісуге дайын пән мұғалімдерінің болуы қандай жақсы. Осындай пән мұғалімдерімен шеберхана, шебер класс жұмыстарында қарым-қатынасқа түсу тиімді. Педагогикалық шеберханасынан көп тәжірибе жинақтадым. Осы шеберхана менің педагогикалық өсу жолыма көп әсерін тигізді. Сабақта қолданған әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолданып жетілдірдім. Екінші себеп күн тәртібінің болмауы. Қазіргі білім беру жүйесінде күнделікті жұмыс күнін қызыққа толы болып, соның арасында жүресің. Қазақ тілі сабағында берілген бағдарламаны игеріп қана қоймай, сонымен қоса алға қойған мақсаттарға жетуге және басталған істі аяғына дейін жеткізуге дабылдаймыз. Қазіргі ақпаратты сыни ойлау, зерттеушілік, жобалау, оқу технологияларының менің сабақтарымның тиімді, қызықты өтуіне, оқушылардың оқу сауаттылығын арттыруға және де сабақтан тыс уақытта оқушылардың алға қойған мақсаттарына жетуіне септігін тигізеді. Үшінші себеп үздіксіз білім жетілдіру. Лютфия Дүйсенбаевна тек бізді ғана жетістіктерге жеткізіп қоймай, өзі де байқауларға қатысып жүлделі орындар иеленіп, өз білімін үздіксіз арттырып отырады. Менің жетістіктерім оқушыларымның жеңіске жетуіне, қиындықтарды жеңуіне үлгі болса, ол да мен үшін үлкен жетістік деп білемін. Төртінші себеп біте қайнасқан қоғамдық өмір. Пән мұғалімі ғана емес, класс жетекші қызметінде атқарып келемін. Кейде ең қызықты сәттер сабақтан кейін басталады. Біздер мұражайға, театрға, көрмелерге жиі барып тұрамыз. Біз әлемді өзгертуге өз үлесімізді қосып, әлеуметтік жобалар жасаймыз және оларға қатысамыз. Ата-аналар оқытуда және тәрбиелеу процесінде менің қолдаушыларым, одақтастарым. Менің бастауларыма көрсеткен көмегі мен қолдауына ата-аналар комитетіне ризашылығымды білдіремін. Бесінші себеп ең басты себеп. Әлемді және адамдарды өзгертуге деген мүмкіндік. Менің оқушыларымның дамуына әсер етуіме толық құқығым бар. Әрине ол көп күш-қуат пен уақытты қажет етеді. Бірақ ол еңбегім соған тұрарлықтай. Егер менің оқушым кешегі кемшілігін жойып, жақсы жаққа бет бұрса, менің үмітке жеткендей. Мен әрдайым олардың қасындамын және қуаныштымын. Құрметті ұстаздар мен кеш қонақтары, кәсібім биігім берекемдім, мектебім өмір көктемім атты Гүлзифа Дүйсенбайқызының ұстаздық жолына арналған педагогикалық
шығармашылық кешіне қош келдіңіздер. Олай болса, 30 жыл ұстаздық еңбегімен биік белестерді бағындырған Ақтөбе қаласы нөмірі 31 қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, филология магистрі, педагог шебер, Ақтөбе облысының құрметті ұстазы, 2021 атағының иегері, республикалық үздік педагог 2022 конкурсының жеңімпазы, осы аталған мектепте үздіксіз 25 жыл еңбек етіп келе жатқан ұстазымыз Қоспанова Гүлзипа Дүйсенбайқызын қошеметпен ортаға шақырамыз. Оқушымызды ортаға шақырайық. Жарық күні ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның, бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. Ұстазыңды түсінген сен тереңнен, бар әлемге еңбегіммен еленген, сенің бағың өрге қарай өрлесе, ол да бірге қуанышқа кенелген. Сол арқылы сен де өмірді жалғадың, ізгі іс қой ұстаз тілін алғаның. Мақтау алсаң ұстаздардың алдында, ол өзіңнен орындалған арманың. Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып, одан басқа жүрген кім бар жанды қып. Ұстаз деген ұлылардың ұлысы, қасиетті бас иелік мәңгілік. Бейбарыс оқушымызға алғысымызды білдіреміз. Ал қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің жан-жақты дамуына, мерейінің үстем болуына бірде-бір ұйытқы болатын әрине біздің әдіскерлеріміз. Бүгінгі кештің өтуіне ықпал етуші Ақтөбе облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығының әдіскері Құралай Ильясовна ортамызда. Сонымен қатар, Ақтөбе облысы бойынша кәсіби дамыту институты, жаратылыстану мен және гуманитарлық пәндерді оқыту әдістемесі кафедрасының бас әдіскері Әділханова Марал Тенелевна, Ақтөбе қалалық білім бөлімі ғылыми-әдістемелік орталығының директоры Сүлейменова Ахманар Махмудовна, қалалық ғылыми-әдістемелік орталығының әдіскері Дәрігүл Төлегалиевна ортамызда. Ендеше дөңгелек үстелге ортаға қошеметпен қарсы алайық. Құрметті 31-ші қазақ орта мектебінің ұжымы, құрметті Бақытбек Дүйсенбаевич, құрметті қонақтар, міне бүгін мектепте керемет кеш, Гүлзипа Дүйсенбаевнаның шығармашылық есеп беру кеші өткізілейін деп жатыр. Енді Гүлзипа Дүйсенбаевнаның осы кісі туралы не айтуға болады? Бұл еңбек стажы 30 жыл, оның ішінде 25 жыл бір мектепте жұмыс жасап келе жатқаны, мен сол тұрақтылық, осы жұмысына махаббаты деп білем, жұмыс орнына, коллективіне, балдарына махаббаты деп біліп түсінемін. Қазір есіме осы бір сөздер есіме түсіп тұр. Кезінде мен 30-шы мектепте жұмыс жасап жүргенде, сол кезде Алия Сейтжановна директор болатын 30-шы мектепте. Сол Алия Сейтжановна айтатын: профессионалы работают молча деп.
Гульсифа Дюсимбаевна, на самом деле профессионалы работают молча. Почему? Потому что, глядя на вас, я вижу простоту, естественность, нет вычурности, нет никакого рисования, преувеличения. Глядя вот на ваши грамоты, вижу, что вы молча работаете с детьми. И вот сегодняшний вечер – это результат вашего труда. Это многого стоит, потому что настоящий учитель должен гордиться учениками. Ваши ученики всегда занимают хорошие призовые места, и ваших учеников мы видим не только вот в черте города, они еще, надеюсь, что в дальнейшем будут прославлять ваше имя и за пределами Казахстана. Сондықтан Гүлсифа Дүйсенбаевна сізге денсаулық тілеймін, аманшылық тілеймін. Енді біздің әдістемелік кабинеттің атынан білім берудің күрделі міндеттерін рухани бай, педагогикалық дағыны бар, шығармашылық, кәсіби және жаңалыққа құштарлық жан-жақты тұлға ғана шеше алады. Сізге білім беру саласын дамытудағы қосқан елеулі үлесіңіз өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі табысты еңбегіңіз үшін алғыс білдіремін. Ел игілігі жолындағы қажырлы еңбегіңізге табыс, деніңізге саулық, отбасыңызға баянды бақыт тілеймін. Және де әдістемелік кабинеттің атынан Ақтөбе облысының киелі географиясы деген бір кітапты таныстырам.